балалар. Bugün biz sizlerle кезекті sabahımızı жалғастырамыз. Bugün bizde қазақ әдебиеті пәні. Biz sizlerle менің атым Қожа повестін оқып жатырмыз, ya балалар. Енді sabahımızды бастамас бұрын жағымды психология ахуал қалыптастырып алайық. Қане балалар, бүгін сабаққа белсенді қатысамыз. Бірі-бірімізге көмектесеміз. Мақсатқа бірге жетеміз. Ой, жарайсыңдар балалар. Яғни біз қазір топтық, жұптық, жеке жұмыстарда бір-бірімізге көмектесе отырып, мақсатқа бірге жетеміз, ya балалар. Жарайсыңдар. Енді қазір біз балалар топқа бірігіп алайық. Бірінші топ Жанар тобы, екінші топ Жантас тобы, үшінші топ Қожа тобы. Қазір спиннер арқылы мен сендерді бөлемін. Тақтаға қарай қойыңдар. Қане, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ отырғандар. Жақсы балалар. Ал оқушылар, біз топқа бірігіп алды. Енді өткен білімді қайталайық. Өткен білімді қайталау үшін біз сендерге викториналық сұрақтар дайындадым. Қане, әр топтан шығып, 3 топ не қыламыз? Викторинаға жауап беріп, жарыс ұйымдастырамыз. Қанекей балалар, бірінші топтан Қожа тобынан кім шығады? Алина келе ғой, ұяшықты таңда, сұрақты таңдай ғой. Топтағы топ мүшелері көмектесулерге болады. Так, білімділер 300-ді таңдадың, я? Қара көже деп Қожаны келемешейтін сыныптасы кім? Қара көже деп Қожаны келемешейтін сыныптасы ол бізде Жантас. Дұрыс па балалар? Қане? Тексерейікші. Жантас екен, дұрыс жарайсың. Қане? Қожа тобына 1 ұпай. Жарайсың, мына 300 балды алды. Бұл қайсы тілде тұсына мектеп бағы бар. Осыдан 5-6 жыл бұрын өз қолында отырғызған керектер. Бұл апай Қожаны педсоветке салған кезі. Дұрыс па балалар? Яғни, тексеріп қойыңызшы, яғни. Пет кеңес болып жатқан сәт дейді. Дұрыс, Олжас, жарайсың. Жантас тобына да қане 300 ұпай. Жақсы, қане 3-ші топ Жанар тобынан кім шығар екен, қане? Бағдәулет келе ғой. Қане? Мен таптыға 300 таңдаймын. Ал таңдай ғой. Қожа Жанармен тілдесіп қалу үшін сол үйдің қорасына жетелеп барған 4 түліктің бірі табылды. Ол Жанардың үйіне қызыл бұзауды сүйрелеп барып, обе кездесуге бұлауын апарды. Қане, тексеріп көрейікші. Қызыл бұзау дейді, қане, жарайсың, қане. Қолғасын қойықшы, жарайсың. Жарайсың, қане, 300 ұпай. Яғни, бізде тең келе жатырмыз, я? Енді тағы бір сұрақтан таңдай, сонымен бір-бірімізді бағалаймыз, я? Қане, бірінші топтан кім шығады? Айдын келе ғой. Сен не таңдайсың? Жазушы аты ерекше талапқа қандай туды? Менің атым Қожа туындысы. Ал қане, тексеріп көрейікші. Дұрыс, менің атым Қожа повесть екен. Бердібек Соқпақбаевтың бірнеше шығармалары бар. Соның ішінде атын ерекше танытқан қай шығармасы екен? Менің атым Қожа. Қане, Қожа тобына бізге 100 ұпай қосылады. Келесі. Ал қане, екінші топтан Жантас тобынан кім шығады? Нұрбақ келе ғой, қане. Ұяшықты таңдай ғой. Енді артынға 300-ді таңдаймын. Ал таңдай ғой. Сенің әкеңе қарызда Айт. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойнымда оның теңге емес бақындай бір қарасы жүр. Я, кім айтқан екен? Оның мектеп күзетшісі Сәйден қандай. Қане, тексеріп көрейік. Солай ойлайсыңдар ма сендер балалар? Дұрыс екен, жарайсың. Екінші топқа да қанша ұпай береміз? 300 ұпай береміз. Тамаша, отыра ғой. Қане, үшінші топтан Мирбек келе ғой.
таңдағанда тереземіз не болады? Тең болады дейді. Ал оқушылар, сендер үй тапсырмасына жақсы дайындалып келіпсіңдер. Жаңа сабағымыздың тақырыбы менің атым Қожа повесті, оның ішінде қожа, есті, тентек. Біз сіздермен бірнеше сабақ бойы менің атым Қожа повестін оқып келе жатырмыз, иә? Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті іс-әрекет арқылы образдарын ашу. Яғни біздің менің атым Қожа повестіндегі кейіпкерлерді білесіңдер, иә? Ол кейіпкерлер Жанар, Жантас, Қожа, яғни біз кейіпкерлер. Осы кейіпкерлерді біз не істеуіміз керек? Образын ашуымыз керек. Ол үшін біз топты, жұптық, жеке жұмыстарды бірге орындайтын боламыз. Ал оқушылар, біз сабағымызға кіріспес бұрын қожаның әрекетін, қожаның достарының іс-әрекетін қане бір есімізге түсіріп жіберейікші, экранға назар аударайық. Біз бейнебаянды көріп, кейіпкерлердің образдарын еске түсірдік, иә? Енді біз топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші Қожа тобы, екінші Жантас тобы және Жанар тобы. Сендер өз кейіпкерлерінің образын ашасыңдар. Бірінші кейіпкердің мінезі, сыртқы бейнесі, іс-әрекеті және көңіл күйі қандай? Осы бағыт бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Дискрипторға қарап отырыңдар және екі жұлдыз бір тілек әдісі арқылы бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Түсінікті ма? Ал қане балалар, іске сәт. Қане? Ақылдасып отырып бір-бірімізбен қане? Барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Қожа өте бұзық болғанымен өз қателігін мойындай біледі. Қожаның көңіл күйіне келетін болса, қожа кейбір кезде көңілді, кейбір кезде көңілсіз болады. Сондықтан да біз бірге келе қожаның көңіл күйі құрмалы болды. Жақсы. Отыра ғой. Қане, екінші топ. Сендер қазір бірінші топты бағалайсыңдар. Тыңдап отырыңдар ғой, иә? Екі жұлдыз бір тілек арқылы бір-бірімізді бағалаймыз. Екінші топтан кәні? Фатима. Жантастың мінезі ол өте қырсық. Және де ол қожаға тиісуді өте қатты жақсы көреді. Жақсы. Жақсы. Қане, үшінші топ. Жауапты ескеріп отырамыз, қане. Үшінші топтың жауабын тыңдайық. Жанар қандай қыз екен? Жанардың мінезі өте ақкөңіл, бақыт, кез келген іс-шараларға қатыса береді, белсенді қатысады, достарына көмектеседі. Жақсы. Кім толықтырады? Қане, Нұрасыл. Жанардың сыртқы бейнесі ақылы, көрімді және ән айтады, бейнелейді, барлық іс-шараға белсенді қатысады және де достарына көмектеседі. Жақсы. Тағы
екі жұмыс біртілек айтсын. Бірінші топтан бір ғана адам айтты. Ол жерде көп 3-4 адам айтқаны жақсы еді. Ал бұлай жұмыстары жақсы. Жалпы жауабы қанағаттанасыздар ма? Қожаға жақсы сипаттама берді ма? Берді, иә? Сендердің ұсыныстарың, бір тілектері оқушылардың барлығы қамтылғанда дейсіздер ғой, иә? Жақсы. Отыра ғой. Кәне, екінші топты. Бақдәулет, екінші топтың жауабы. Мен екінші топты жаман деп айтпаймын. Олар да жақсы жауап берді, бірақ олар жантасы тек қана жамандап қоймай, жақсы жағында айтқанда өте дұрыс болар еді. Дұрыс келсеңіз бе? Яғни жантастың тек қана жағымсыз бейнесін емес, жақсы жақтарында айтқандарында болатын еді дейді. Қабылдаймыз ба ұсынысты? Қабылдаймыз. Ал оқушылар, біз топтық жұмысқа да жақсы қатыстық. Енді бізде келесі кезекте біздің кейіпкерлердің образын одан ары қарай аша түсу үшін біз жұптық жұмыс орындаймыз. Кәне бала, қожаның іс-әрекеті бұл жерде, яғни басты кейіпкердің образын ашуымыз керек. Сүйсіну. Қожаның қандай қылығына сүйсіндіңдер? Жек көру. Қожаның қандай әрекеті сендерге ұнамады? Жан ашу. Повестің қай жерінде қожаға деген аяушылық сезімі пайда болды? Және таңдану, таң қалып, риза болған сәттер, яғни қожаның қандай әрекетіне сендер таң қалдыңдар. Дискрипторға қарай отырып қазір жұпқа бөлгеніміз, яғни Ерасыл мен Айша бір жұп, Алмат мен бір жұп, Иманәлі мен Алина бір жұп. Кәне балалар, жұптасамыз да өздерің қалаған жан ашыған кезде айтасыңдар ма? Таңдаған бөлігін айтасыңдар ма? Жоқ, қожаға сүйсінген уақытта бөліп алыңдар. Кәне екі жұп, сен үшеуің бір жұп болыңдар. Кәне дайын болған жұп, бір шапалақпен белгілеміз. Ой, жарайсыздар, таным. Екінші топ, бірінші дайын болған екен. Сондықтан оны жаман жолға салып, қожа оған ерген сәті. Сол сәті ұнамады ма? Жақсы. Мамаған сәті, ол маған апайдан сөмкесіне қызбақаса жүрген жантасқа көзіне сия маған жүрді. Яғни сынып жетекшісінің сөмкесіне баққа салғандығы және жантас сыныптасына сиятқан әрекеттері, дұрыс балалар. Дәл таптыңдар. Келісесіңдер ма? Қалған топтарлар келісеміз ба? Қазір бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Жаңа шыған кездерді айтыңдаршы. Пет кеңесте қожаны барлығы жағында. Сол кезде жаңа шықты ма? Ал менің жаным ашқан кезде ол сұлтанмен жүріп бірге бір қойшының үйіне барып, ол үйден үкір тамағын жеп, сөйтіп күрес алаңына барған кезде сұлтан оны тастап кетті. Сөйтіп қожаны әлгі қойшы ұстап, оған мектепке үйден шықпауға кеңес береді. Яғни қожаны өзін қалдырып кетті. Сол кезде аяушылық сезім пайда болды ма? Сендер қосыласыңдар ма? Жақсы, жауабы тыңдап отырық, иә? Жақсы, отыра қойыңдар, жарайсыздар. Ал оқушылар, енді бізде жеке жұмыс, тест. Кәне, кім шығады? Кәне, сабаққа белсенді қатысамыз, кәне, келе қой, Иманәлі. Сұрағыңды оқи қой, және белгілей қой. Менің атым Қожа мен режиссердің режиссері Абдулла Қарсақбаев. Абдулла Қарсақбаев еткенін көрейікші, белгілей қой. Дұрыс екен, жарайсың, Иманәлі, отыра қой. Ал мұны бәрігенді ары қарай жылжыды балалар. Келесі сұрақ. Бізде екінші топтан Аружан шығады. Аружан келе қой. Суреттегі қай кейіпкер? Суреттегі кәні Рахманов мектеп директоры, қожаның атасы, қожаның әкесі, химия пәнінің мұғалімі дейді. Кәне? Бұл суреттегі адам мектеп директоры. Мектеп директоры кім еді? Ахметов.
Ахметов дейді, көрейікші кәні. Дұрыс, жарайсың. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз кейіпкердің образын ашу үшін топтық, жұптық, жеке жұмыстар орындадық. Иә, балалар? Енді бүгінгі біз сабағымыздың мақсатына жеттік па? Яғни Шантастың, Қожаның және Жанардың образын, іс-әрекеттерін аша білдік. Енді балалар, бүгін біз сабақта өз-өзімізге кері байланыс берейікші кәні. Бізге не қиын болды, не құнды болды, және не қызық болды. Қай? Бір ауыз сөзбен айтып жүріңізші. Иманәлі? Бізге қызық болған мақсат ол дайындалсыңыз. Жақсы. Не қиын болды? Бізге қиын болған мақсат топтық жұмыс болды. Топтық жұмыста қиналдыңдар, иә? Ал Біздің топқа қиын болғаны ол Қожаның бойындағы жақсы қасиеттер мен жаман қасиеттер. Біз жақсы қасиеттерді өзіміздің бойымызға сіңіріп, ал жаман қасиеттерді өз бойымыздан аулақ сақтауға тырысамыз. жақсы. Жақсы балалар, біз міне бірнеше сабақтан бері Қожаның бейнесін, іс-әрекетін, қылықтарын, оның басынан кешкендерін барлығын талдадық. Оның жандағы кейіпкерлердің образын ашты. Бүгінгі сабаққа сіздер